Осыдан 2000 жыл бұрын Израильдің алыс шығыс жағында жұлдыз санаушылар болған. Олар әр түнде жұлдыздарға қарайды. Бір күні бұрын еш көрінбеген бір жұлдызды көреді. Жұлдыздың көлемі, түсі, қозғалатын жолы да бәрі ерекше көрінетін жұлдыз екен. Бірнеше түн бойы бақылаған олар былай деп ойлады: сол жұлдыз бізге еріңдер деп тұрған сияқты. Жаңадан туылған патшаны қабылдаңдар деп. Сөйтіп олар ең маңызды шешім қабылдады. Сол жұлдызға еріп жүру еді. Осы сапар оңай болмады. Себебі жұлдызға еріп жүретін сапар болғандықтан қап-қараңғы түнде жүрулері керек болды. Қазіргідей көлік жоқ, жүретін жақсы жол да жоқ, жолға жарық түсіретін шамдар да жоқ. Тіпті оларға ең қиын болған нәрсе бірнеше уайым еді. Егер жұлдыз осылай тоқтамай жылжи берсе, егер жұлдыз өзеннен өтіп теңізге қарай барса, қалай өтеміз? Қазір осылай жүргеніміз дұрыс па деген ойлар. Бірақ жұлдыз олардың уайымын білгеніндей, олар ер алатындай жерлермен жылжиды. Олар әрі қарай жүре беріп, жұлдызбен бірге жүрген ұзақ сапардың аяғында өздері танымайтын Израиль жеріндегі Иерусалимге жақындап келді. Олар Иерусалим қаласына барып, біз ерекше жұлдызға еріп жүрген адамдармыз. Жұлдыздың білдіргені бойынша, осы Яхуда елінде жаңа патша туылған. Ол қайда екен деп сұрады. Иерусалимде Құдайдың сөзін үйретушілер оларға киелі кітап сөздерін түсіндіреді. Егер Яхудеяның патшасы туылса, Бетлехем аймағында туылатынын айтты. Олар Бетлехемге қарай жол тартты. Ақыр соңында жұлдыз бір үйдің үстіне келіп тоқтады. Сол кезде олар қандай сезімде болды екен? Киелі кітапта жұлдызды байқаған олардың қуаныштары қойындарына сыймады делінген. Я, шынымен солай болған шығар. Уа, біздің сапарымыз дұрыс екен. Бекер емес. Сондай-ақ енді біз жаңа патшаның туылуын басқалардан гөрі алдымен көретін боламыз деп қуанды. Олар алыс шығыс жерінен дайындап әкелген сыйларын нәресте Исаға сыйға тартты. Алтын, мөр және хош иісті ладан деген аса қымбат сыйлықтарды сыйлады. Осылайша олардың ұзаққа созылған сапары аяқталды. 2000 жыл бұрын жұлдыздарды бақылайтын адамдар көп болған. Көп адамдар жаңа әрі ерекше жұлдызды бірге көрген. Алайда сол жұлдызды көрген адамдар оған ермеді. Тек алыс шығыс жақтан келген сол адамдар ғана өздеріне сый сияқты пайда болған жұлдызды өткізіп жібере алмады. Олар Исамен кездесуге дайындалып, қобалжыған жүрекпен жұлдызға ерген. Балалар, бізге де Исаның туған күні келе жатыр. Барлық адамдарға бірдей келе жатқан Исаның туған күні болса, шығыс жақтан Исаға келген адамдар сияқты Исамен кездесуге дайындалсақ қалай? Біз алтын, мөр және хош иісті ладан сияқты қымбат сыйлықтар дайындай алмасақ та, біз шын жүректен Исаға беретін ең қымбат сыйлығымыз не екенін ойлап, Исаның туған күнін күтейік.